күйеуім бола тұра күйеуім жоқ сияқты өмір сүргім келмейді. Кеше мен рилс салдым. Маған бар ғой, менің хейтерлерім комментарийға жазбайды, жекеме жазады. Сәлім болмаса қаңғып кетеді екенсің, сонда сәлім болмаса такси шақыра алмайды деген ол не? Кішкентай баланың әңгімесін айтып отырсың. Менің күйеуім бар кезде күйеуім жоқ сияқты өмір сүргім келмейді. Әрине мен де супермаркетке барып продукт жасай аламын. Мен сәлімге дейін де өмірім болған шығар енді. Қалай мен өмірімде сәлім пайда болды, солай мен күйеуім бар екенін сезіп жүргім келеді. Күйеуім бар, бірақ жоқ сияқты. Супермаркетке өзім барып, бүкіл тірліктердің бәрін өзім бітіріп, балдарды өзім қарап, баламен поликлиникаға өзім барып, беременностьта өзім жүріп, онда менде вообще желание болған жоқ. Мысалға, бала ауырып қалды ма, сәлім обязательно оны білу керек. Педиатрға баруымыз керек па? Біз бірге баруымыз керек. И мен ол кезден жастым ғой, мен ойлайтын едім, адамның еңбегі бір нәрсеге сіңбесе, ол нәрсе оған құнды болмайды. Балаға еңбегі сіңбесе, баланы да қатынды да оңай тастап кетіп жүре бере алады деген ой болды менде. Көп жүктің барлығы әйел адамның мойнында, и оған барлығы норма сияқты қылып қарайды. Мысалға, мен 100% гарантия беремін, егер де мен 4 емес 5 баламен пойызда өзім кетіп бара жатсам, барлығына ол